Hey, barшаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Джони. Бүгін біз тегі сәлем выживаниясын бастаймыз. Достар, бұл тегі сәлем, міне біз бонус сундуқты қостық. Дерзкий изумруд бар. Ойбай, мен вообще не ойнап атқанымды айтпаппын сіздерге. Достар, бүгін біз тегі сәлем атты лотос плей бастаймыз. Және 10 подписчик үшін рахмет, және тіркеліңіздер, лайк басып кетіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, бұл тек сәлемді слизиндер өте көп просто, достар, өте просто көп. Сол слизиндердің арқалы біз, слизинский блог жасаймыз дейсің ғой. Бонус сундуқты қосқам, өйткені біз қайдан білесіздер, достар, егер оны қоспасақ біз біттік қой, достар. Қазір бітпейтін су жасайым, нормальныстар. И суды алып алыстарда бітесіздер, достар. Ой, блин, слизиндер қаншып болды, достар, просто. Қазір бітесіздер де, мынан бітесіздер де, мынан бітесіздер де, мынан бітесіздер де. И мындан қазір суды қоясыздар, ойбай, суды қоясыздар да, шығып аласыздар да, мында лаваны қоясыздар. Енді мына жерден бітесіздер, міне мәңгі бітпейтін бложник аласыздар мына жерден. Дерзкий бложник. Егер сіздерге осы тегі сәлем выживаниясы ұнаватса, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар және комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мучачо енді не істейміз? Ойбай, мучачо Марио емес ғой. Жарайды, досым, енді не істейміз? Шіпсіп кетті, достар, просто шіпсіп кетті. Мына тегі сәлем қызық ба? Бұл идея маған Нұрлан Қалам видеосын көріп отырып, басыма осындай идея. Неге тегі сәлем бастамасқа, неге бетпеске, неге сөйткізбей, неге деревня жасамасқа деген ойлар келе бастады. Сосын сіздердің қолдауларыңызған өткен видеоларыма 10 немесе ойбай, 10 басқан жоқсыздар ғой сіздер. Жарайды, басасыздар бұйыртса. Мына жақта, біздің жақта, жер сілкінісіп жатыр, достар. Мән бермеңіздер, достар. Просто аздап дүрсілдер болып жатса, кешіріңіздер, достар. Мына жақта, достар, бір адам құлап жатыр. Если что, арнамызға не дейсің, ей? Арнамызға не дейсің? Кетсін кет. Достар, осындай бір адам құлапты жерге, достар. Біз соқтан да, ойбай, ана жақта мама бақырып жатыр ғой. Немене видео түсірмедіңдер ғой, что-то? Бір видео түсіре алмадым ғой, бір нормально бір видео түсірейін ба десе, шабыттанып тұр. Жарайды, достар. Тұқымдар деп қойдық, и барлығын алып аламыз, достар. Просто топ. Егер сіздерге және достар бүгінгі видео көріп отырсаңыздар, ұзақ 5 минуттай, соқтан да әтейлеп 5 минут қылдым дейсің ғой. Және достар, мен қолым босамайды көбісіне, соқтан да бір-екі күн сайын шығар, достар. Бұл жаңа летсплей дейін ба, білмеймін, летсплей шығар, достар. Бұйыртса летсплей болады. И мен не істеп кеттім өзі. Әңгімені айтамын деп не істеп жүрген. Егер бір дыбыстар шығып атса, мән бермеңізді, іш пісіп кетті, достар. Егер сіздерге осы тегі сәлем выживаниясы ұнаватса, тіркеңіздер. Ойбай, мына слизин крипер ма деп шошып кеттім ғой. Біз енді не істейміз, достар? Давай не аламыз? Бложник алайық біраз. Давай, қойды өлтірейік. Бізге қазір кровать жасау керек. О, болды, нормально. Кровать жасаймыз енді. Болды, без проблема, достар. Және 20 подписчикке жеткізіп жіберіңіздер, достар. Тегі сәлем выживаниясы ұнаса, әрине сіздерге. Ё-майо, вау, ағаштарымыз өсіп кеткен бұл уже. Давай, сындырып алайық ағаштарымызды. Блин, топорымның сынып қалған қаршы слизиндермен төбелесем деп. Жарайды, достар, қолмен ғой. Ойбай, қолдың керек жоқ бізге, достар. Мен қазір күте тұрыңыздар. Мен бложник алып алам. И былай. Болды, және, достар, қазір верстак жасайыншы. Мен верстак жасамаппын да ғой, достар. Қазір верстак жасайын. Болды. Изи верстак жасалды. Және оны мына жерге қоямыз да басамыз. Да, мына төрт нені, бітеміз, достар. Бітеміз. Және мұнан алып тастаймыз. Бітеміз. И топорды жасаймыз. Болды, топор дайын, достар. Енді біз, достар, ағашымызды смело ала береміз, достар.
Егер сіздерге осы тегіс әлем выживаниясы ұнаса, тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Өйткені бұл видео бұның екінші жалғыз енді бір-екі күннен кейін шығады деп ойлаймын. Енді ұзақты шығара алмаймыздар. Күн сайын шығара алмаймын, уақыт жоқ сізді күн сайын шығаруға. Ендеше тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Ал ендеше, чао, пока.